Ауа райы жайлы болса, биыл қостанайлық шаруалар мол егін алудан үмітті. Бүгінгі күнге дейін облыс бойынша 1 миллион 375 мың гектар жердің астығы жиналып алынған. Бұл жалпы алқаптың 34,2%. Оңтүстік аудандар науқанды орталап қалса, солтүстік өңір енді ғана кірісіп жатыр. Әзірге орташа алғанда әр гектардан 8,4 центнер астық алынуда. Бірақ мамандар биыл астық түсімі 11 центнерден кем болмауы тиіс деп болжап отыр. Тек ауа райы тежеу болмасын деп тілейді. Соңғы 2 күн бойына жауған жаңбыр жиын-терін жұмыстарын тоқтатып тастады. Кейбір аудандарда 30-40 мм-ге дейін ылғал түскен. Кеш егілгендіктен әлі күнге пісіп жетілмеген алқаптар да аз емес. Дегенмен шаруалар егінді дер кезінде жинап үлгереміз деп отыр. Қазіргі күнге ауа райы жақсы тұратын болса, қалған 2 миллион 700 мың гектарды бір 20-25 күн ішінде жинап аламыз ба деп ойлаймыз. Өйткені солтүстік аудандарды биыл егістікті көктемде кешіріп бітіргеннен әлі жаңа пісіп келіп жатыр жинауға. Сондықтан биылғы жылға былтырғы бар комбайндардың үстіне тағы 131 комбайн алдық, 160-ға таяу жаңағы бидайды құлатып жинайтын жатқа алдық.